Армысыздар, құрметті оқырмандар. Біз бүгін ем болсын массаж студиясының авторлық курсы, авторлық сабағын бастаймыз. Бүгін бұл сабақ сіздерге теорияны түсіндіретін болам. Бұл теория диссертация ретінде жазылмаған немесе жаңағы арнайы заңдарға сүйеніп жазылмаған. Бұл сіздер үшін қарапайым тілде түсіндірілген сабақ. Менің есімім Мұхтар Шарапатұлы, сіздерге түсіндіретін сабағым. Ең алдымен қандай да бір іске кіріспес бұрын оның тарихы болады. Сол секілді бұл массаждың да бірінші сабағымыз тарихы жайында болмақ. Бастаймыз. Негізгі бұл массаждың тарихы сонау ғасырлардан бері келе жатқан болып табылады. Бұл массажды қазіргі таңда көбінесе кеңінен қолданып жатқаны бұл бізге қажеттілікті тудырады деген сөз. Бұл массаж деген сөз негізі француз тілінен шыққан, ысқылау, уқалау деген мағынаны білдіреді. Бірақ бұның түпкі тамыры арабтардан келген. Массаж негізі адамның денесіне тікелей қолмен жасалатын және де ауаның күшімен, басқа да құралдардың күшімен тікелей жасалатын қысым түрінде, діріл түрінде, судың энергиясы түрінде жасалатын рефлекторлық әсер ету жиынтығы болып табылады. Жаңа айтып кеткендей, бұл массаж сонау ғасырлардан бері келе жатқан ілім болып табылады. Бұл медицинаның атасы Гиппократ болатын болса, соның оқушысы Ибн Сина осы массаж жайында зерттеген. Ол кездердегі соғыстарға байланысты, әртүрлі ауруларға байланысты осы массажды қарастырған. Ол кезде қалай жарақаттанған жерге, болмаса тіндерге, белгілі бір дене бөліктеріне массаж жасау арқылы, бұлшықеттерді қыздыру арқылы сол жердің жарақаттарын жақсы және де жылдам жазылатынын біліп, осы массажға көңіл аударған. Осы массаждың бізге дейін келу себебі осы Ибн Сина деп айтады. Өйткені ол Ибн Сина массажды бөлікке бөлген. Бастың массажы, арқаның массажы, қолдың массажы және де аяқтың массажы деген секілді бөліктерге бөліп, соны қарастырған. Массаж жасау негізі ол техникалардан тұрады. Бірінші массажға келгенде 4 техникамен танысасыздар. Бірінші сипалау, ол поглаживание деп аталады. Екінші ысқылау, бұл растирание деп аталады. Үшінші уқалау, разминание деп аталады. Ұрғылау, вибрация. Осы 4 әдіс арқылы біз адам дене мүшесіне массаж жасаймыз. Массаждың орындалуына қарай 2 түрге бөлінеді. Бірінші қолмен массаж жасау, екінші аппаратпен. Ол әртүрлі сумен болсын, бумен болсын, қысыммен, отпен болсын, бұл екінші түрге жатады. Массаждың негізгі түрлері ол емдік массаж, спорттық массаж, гигиеналық массаж, косметикалық массаж деп бөлінеді. Массаждың жаңағы түрлеріне қарай, өзінің емдік түрге қарай нүктелі, классикалық, аппараттық және өз-өзіне массаж жасау деп бөлуімізге болады. Массаждың, емдік массаждың негізгі әсері бұл бұлшықеттерге, буын аппаратына өте жақсы әсерін тигізеді. Массаждың әсерінен бұлшықеттерді ширықтырып, оның күшін, жұмысқа қабілеттілігін арттыра аламыз. Яғни тоғыныстары қайта қалпына келеді. Және бұл тек қана бұлшықеттерге ғана әсер емес, бұл бүкіл денеге, оның ішінде тері де бар. Орталық жүйке жүйесіне, лимфа жүйесіне, бүкіліне жақсы әсерін тигізеді. Осының ішінде теріге әсер, терінің астындағы гиперемия, жаңағы қан айналымын жақсартады, май айналу, тұз айналу, терден шығатын әртүрлі жаңағы шлактардың шығуына жақсы әсерін етеді. Тері асты температурасы жоғарылайды, соның әсерінен тері асты май қабатына, сосын тері бездеріне әсер етеді, терінің тыныс алу қызметіне де осы массаж әсер етеді. Жүрек қан тамыр жүйесіне және лимфа жүйесіне әсері бұл
массаждың функциясын стимуляциялайды. Яғни артериялық қан қысымы жоғары болатын болса, массаждың арқасында ол түседі. Төмендетуге болады. Яғни кіші қан айналым шеңберінің іркілісін жойып, үлкен қан айналым шеңберіне жаңағы жол ашады. Және де шеткері тамырларға, периферия деп атайды медицинада, сол тамырлардың арнасын кеңейтіп, қанды сол жаққа қарай ығыстырады. Өйткені сол жердің жаңағы жазылу немесе зат алмасу қызметін жақсартады. Гигиеналық массаж деген түрі бар. Ол массаждың бір түрі, бұл адамның денсаулығын жақсарту үшін күнделікті қолданылады. Яғни көбінесе әйел адамдар қолданып гигиеналық массажда бұл ерте қартаюдың алдын алу, бетке жасалатын күтім, әртүрлі ішке жасалатын бүкіл салбыраған, жаңағы қыржындалған жерлердің барлығына жасалатын массаждың түрі болып табылады. Бұл жаттығулардың негізгі артықшылығы, ол гигиеналық массажды негізі өзіңіз қолмен жасамай, даже күнделікті жасалған жаттығудың өзі осы гигиеналық массажға жатады. Түнімен ұйықтап жатқанда, мысалы, бүкіл организмдегі бұлшықеттердің барлығы босаңсиды. Таңертең тұрған кезде оны бірден ұйқыдан тұра салып, еңбекке араласып кетуге болмайды. Өйткені біздің бұлшықетіміз тыныштыққа үйреніп қалған. Сондықтан оны таңертең ерте ұйқыдан тұрып, денемізге жаттығу жасап, бұлшықеттеріміздің тонустарын қалпына келтіріп алсақ, онда сол бұлшықеттер бізге кешке дейін, күні бойы бізге энергия қорын беріп тұрады. Косметикалық массаж, жаңа айтып кеткендей, косметикалық массаж көбінесе ем-шараның алдында жасалынады. Әйел адамдар көбінесе беттеріне күтім жасаған кезде осы жаңағы бет бұлшықеттерінің салбырауын, бет бұлшықеттерінің жансыздануына алдын алып келеді. Бұл массажда қазіргі таңда кеңінен таралып келе жатыр. Спорттық массаждың басқа массаждардан ерекшелігі, бұл бұлшықеттерге тереңде еніп орналасады. Өйткені бұлшықеттердің арасында, мысалы, мал сойған кезде көресіздер, бұлшықет кескен кезде арасында күленкелер пайда болады. Әр бұлшықеттердің өз сыртын қоршап тұратын өзіне тән күленкелер пайда болады. Соларға дейін еніп жасау керек. Өйткені әр бұлшықеттің жұмысы бір-біріне жабысып қалмай, жеке-жеке жұмыс атқару керек. Сондықтан осы спорттық массажды көбінесе спортпен айналысатын адамдарға жасайды. Және дененің физикалық тұрғыдан дайындап, жаттығуларға қайта қалпына келу үшін, ауырсынуды кетіру үшін, жаттығу барысында жарақат алып қалмас үшін, жарыстардан кейін үлкен травмалар болмас үшін осы спортсмендерге жасалынады. Массаж жасауға көрсетілімдер. Бұл тыныс алу жүйесінің аурулары бар науқастарға, жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары бар науқастарға, жүйке жүйесінің аурулары бар науқастарға, оның ішінде жаңағы тыныс алу жүйесінде бронхиттерге жасауға болады, өкпе жүрек тамыр жүйесінің аурулары бар науқастарға, ол инсульттен кейін, инфаркттан кейін қайта қалпына келтіруге болатын. Жүйке жүйесі ауруларында бұл инсульттан кейінгі кезеңдерге жасалатын науқас. Инсульттан кейін сразу массаж жасауға болмайды. Өйткені ол кезде адамда да қозғалуға болмайды. Кейін бірінші уақыт өткеннен кейін массажға рекомендация береді. Тірек қимыл аппараттарына, оның ішінде буындарға және де жарақаттарға қатысты, яғни көбінесе қол сынған адамдарда гипспен жүреді, 6 айлап, мысалы 1 жылдап жүреді. Сол кезде қолдарының бұлшықеттері қозғалмағандықтан олар семіп қалады. Семіп қалу деген, яғни тырысып қатып қалады. Соларды қайта қалпына келтіретін тек қана массаж. Көру органдарының ауруларына, яғни көз ауруларына да осы массаж жасайтын болсақ, көздің тошкілеріне жасаған кезде де көздің көру қабілеттілігі жақсарады. Сонымен қатар осы массажды бас ауруы, ұйқының бұзылғанда, дененің тітіркенділігі жоғарылау үшін
осы массаж тиімді болып келеді. Яғни тітіркенділігі жоғарылау дегенде мысалы реакциялар ғой, мысалы әртүрлі реакциялар, мысалы күйге мысалы қолың ыстық суға салып отырған кезде, мысалы тиіп кеткен кезде сразу қолың тартып қаласың, ол рефлекс та. Осы рефлекстерді қалпына келтіру үшін өткен шеткері жерлерде шеттеріміздің мысалы қайтадан жұмысқа қабілетті болу үшін, өйткені ол жақтың қанның айналысы өте төмендей береді. Оны сол үшін біз оны күнделікті қыздырып, уқалап отыруымыз қажет. Негізі массаждың да жасай алмайтын кездеріміз болады. Оған да қарсы көрсеткіштері болады. Бұл массаж екен деп келіп жасата беретіндей беруге де болмайды. Бұның да өзінің қарсы көрсеткіштері бар. Ең бірінші терінің зақымдауларына. Ол зақымдалу әртүрлі болуы мүмкін. Шабылған, жарылған, күйген, сынған, үскен, ал теріде қандай да болсын, жұқпалы аурулар болсын, ол кездерде теріге қарайды. Маман қарайды, теріде осындай аурулар болатын болса, онда ол массажға қарсы көрсеткіш болып табылады. Дене температурасы жоғары болған кезде, 37-де 5-тен жоғары болған кезде массаж жасалмайды. Және де тұмау, ОРВИ аурулары болған кезде жасалмайды. Лимфа түйіндерінің қабынуы кезінде көбінесе айтады, безім шошынған деп, сол кездерде жасалынбайды. Қатерлі ісіктерде, қатерсіз ісіктерде, квинке ісінулері кезінде, туберкулез ауруларында жасалынбайды. Яғни денедегі әртүрлі гематомалар пайда болатын болса, іште, шеткері жүйесінде ол өздігінен пайда болатын болса, ол кетпей ұзақ уақыт үлкейе беретін болса, осы жасалынбайды. Негізгі бүгінгі біздің бірінші сабағымыз осы, массаж жайлы жалпы түсінік. Келесі сабақтарда әр жүйені, әр органды бөліп қарастыратын боламыз. Бізбен бірге